Барлықтарыңызға сәлем, сіздермен бірге Алма. Бұл видеода мен күнделікті қолдануға тиісті қаразерден жасалған рецептпен бөліскім келіп тұр. Айта кетейін, жақында менің анам Меккеге кіші қажылыққа барып келген болатын. Ол жақта қаразеренің қатты қолданысқа ие екенін және дәл қазір сізге көрсететін әдіс өте танымал және көп жерлерде кездестіруге болатынын айтып берді. Ал қазір мен бастап жасаймын. Ең бірінші қаразеренің 2 қасығын мен кофемолкаға салып ұсақтап ұнтақтаймын. Ал енді мен шағылмаған грек жаңғағын тез ашып және тез турауға тырысамын. Неге десеңіз, тек солай жаңғақ өзінің пайдалы қасиеттерін жоғалтпайды. Жай кезде өзіңіз мысалы жаңғақ шағып жеген кезіңізде қалай шағасыз, солай сразу аузыңызға салып жеген жөн. Турағанда да мен қатты оны ұнтақтамаймын. Бұндай бөлшектерді жұту қиын, мұндай үлкен бөлшектерді. Сондықтан да қаразерені көбінесе шайнаған дұрыс. Сол шайнатқызу үшін жаңғақты үлкенірек қып мен солай тураймын. Ал енді жаңғаққа қаразерені қосып араластырамын. Араластырып болған соң үстінен бал саламын. Пропорциясын өзіңіз таңдайсыз. Мен мысалы бұны балаларыма да беремін, айтып кеткенімдей. Сондықтан да жаңғақты, балды көбірек қосамын. Енді бәрін араластырамыз. Біздің қара тминнен жасаған дәрілік десертіміз десек те болады, дайын болды. Мен бұны көбінесе кішкентай балаларға шай қасықпен бір-екі қасық берем күніне. Егер де балаңыз одан да көп сұраса, онда мен ойымша беруге болады. Бірақ байқаңыз, әрине ол деген ішінде тәттісі бар, яғни бал бар. Көп беруге тәттіні болмайды. Мен ойымша бір толған шай қасықпен 2 рет күніне берген дұрыс. Ал үлкендер енді өздері білет, қалай ағзалары керек етеді, солай жеген жөн. Бірақ егер сіздерде гастрит, язва, мысалы немесе иыққабат болсаңыздар, немесе системалық бір ауру болса, әлде бір жүректің ишемиялық ауруы болса, сонда кезде енді әрине врачпен сөйлесіп барып, сол врачтың я деген сөзінен кейін ғана ішсеңіздер болады. Ал мен өзімнің видеомды аяқтаймын.